Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Taala Құран Кәрімде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва иза қуриа алейкумул Құр'ану фастамиъу лаху ва анситу лааллакум турхамун. Осы аят жайында уағыз насихат, актуалдық мәселе. Құранда осы аятта Алла Тағала бізге айтады: сендерге Құран оқылған кезде оған құлақ салып, үндемей тыңдап отырыңдар, сонда сендерге Алланың мейірімі түседі. Құран аяттың тәфсирінде енді сол Құранды тыңдаған адам Алланың мейіріміне қауышады. Алланың мейірімі сол адамға түседі, Алланың рахметі. Және фих бойынша бұл үкімі мағынасы Аллах әмір ретінде айтылған үшін, айтқан үшін важиб, міндет. Құранды естіген адам, біреу Құран оқыған кезде басқа бір адам тыңдау міндет болады екен. Енді тек қана бір себеп озыр болса, ол кезде міндет болмайды, важиб болмайды. Енді осы мәселелер жайында енді Ал-Кунья деген кітабында бұлай келтірді. Мысалы, бала Құран оқыды, бастады Құран оқып, бірақ одан бұрын үйдегілер, үй іші бір шаруаны істеп жатыр. Маңызды бір шаруа, жұмыстарды істеп жатыр үйде. Балалары Құран оқу бастады дауыспен. Сол кезде оларға тыңдау міндет емес екен. Өйткені олар шаруамен айналысып жатыр, бір соларға міндет емес екен. Сол сияқты сол кітабында да, егер адам мысалы бір шариғат, бір фих кітабын және сол сияқты бір сауапты кітапты, бір сауапты басқа іспен айналысып жатқанда, сол кезде фих деп айтады. Сол фихтің несін оқыса, мысалы, сол кезде де шарт емес, фихті тастап Құранды тыңдау шарт емес екен. Осындай мәселе білу керекпіз екен. Содан кейін Ал-Хуласа кітабында мысалдар келеді. Ол кезде де тура солай адам, егерде біреулер фихті кітап оқып жатыр, және шариғатпен шұғылданып жатыр, бір екінші адам Құран бастады оқу. Сол кезде жаңағы ол Құран оқитын адам, ана адамдар шұғылданып жатқан кезде маңызды істермен күнәға батады екен. Өйткені оларға мүмкіндік беріп жатқан жоқ Құранды тыңдауға. Өйткені олар өз шаруаларын, маңызды шаруа тастап кетіп, Құранды тыңдап кетуге да болмайды. Өйткені сол үшін оларға күнәға итерген үшін өзі күнәһар болады. Осы сөздің несі мағынасы, шариғатта бізде нағыз мұсылман адам басқа мұсылман бауыр күнәға батпауға әрекет істеу керек. Керісінше ол бір сауап жинасын, оған бір мүмкіндік жасайын, бұл сауапты жинасын, барып оған өз әрекетімен барып сол күнәға баттырған, ол өте үлкен қате нәрсе. Соны байқау керек. Неде басқа кітабында Шархул Мунияда мысал келеді. Ол жерде айтады: фардул кифая. Бұл енді Құранды тыңдап отыру, біреу оқыған кезде фардул кифая. Фардул кифая енді сол мысал ретінде сәлем берген сияқты. Бір топ жамағат отырған кезде көпшілікке бір адам сәлем бергенде, солар ішінде біреулеріне, солар ішінде барлығына емес, біреулеріне сәлем қайтару, алейкумассалам, рахматуллахи ва баракату, жауап беру фардул кифая. Яғни барлықтарына, сол жерде отырғандарға жауап беру парыз емес, тек қана фард кифая, жаңа кейбіреулер айтса басқалар мойнынан түседі. Осылай фардул кифая деп айтылады. Сонымен жаңа осы жерде де сол мағына, Құранды құрметін кетірмеу үшін осындай адамдар тыңдайтын жерде, адамдар соған дайын отыратын, сол нағыз Құранды тыңдау үшін отыратын кезде, сол уақытта ешқандай маңызды істермен шұғылданбай, сол кезде оқыған сол дұрыс болады. Егер де олай істемесе, солардың адамдардың қандай халде отырып жатқанына қарамастан оқып кетсе дауыспен, күнә олар тыңдамаса, оларға күнә жазылмайды, оқыған адамға жазылады екен. Сонда көрдіңіз ба, адам бір сауап істі істеймін деп күнәға батуы мүмкін. Сол ереже бойынша жалпы қандай істі істесек, біз бір сауап жасаймыз деп
бірінші соны көзіне жеткізу керекпіз. Білімге салып, білмесек сұрап, біліп, оқып, үйреніп, осы жерде мен сауап істегенде бір керісінше күнә жасап кетпеймін ба деп, соны үйрену керекпіз. Өйткені бос уақыт кетірмеу үшін, өзіміздің істеген амалдар шынайы сауап жазылу үшін солай істеу керекпіз. Енді Раддул Мухтар кітабында ол кезде фардул айн деп айтады екен, ханафилі несінде фихта, ал енді жана Шафи мазхабына сунна деп айтады екен. Енді осы жерде мәселе тағы да осы тақырыпқа байланысты актуалдық мәселе көп кездесетін. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір сөзінде айтады: «Ла яджхар баъдукум аля баъдин бил Құран». Бір хадистің өзінде ол кезде бір-бірінің үстіне Құранды дауыспен оқып, бір-бірінің үстіне кедергі жасамаңдар. Яғни бір адамдар іштен оқып жатыр Құранды, немесе бір зікір айтып жатыр, немесе бір кітап оқып жатыр, шариғат. Екінші адам барып дауыспен Құран оқиды, сол адамға кедергі жасайды. Кедергі жасап, оларға кедергі келтіреді. Осылай істемеу керек. Осында әдепті біліп сақтау керекпіз. Аят бойынша, жаңа басында аят бойынша сауап, Алланың рахметі бөлек бір хадис бар, риwayatта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: кімде-кім бір аятты тыңдаса, құлақ салып, сон бір аят тыңдаса, оған бір сауап жазылады. Болды, жаңағыдай үлкен бір жеңіл түрде сауап жинайтын мүмкіндік. Біз Құран тыңдаған кезде, осы хадис бойынша бір аят тыңдадық, бізге бір сауап жазылды, толық сауап жазылды деп ол хадис риwayatында айтады. Бірнеше аятты тыңдасақ, көп тыңдасақ, мысалы, қанша сауап жазылады деген нәрсе бар. Осындай сауаптардан құр қалмайық, және осы Құранды дұрыс жерде оқиық, орынды жерде оқиық, сауап жинау үшін, бір-бірімізге сауап жинауға жәрдем етейік. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.